Сәлем достар, құрметті менің көрермендерім, каналыма қош келдіңіздер. Әр күндеріңіз сәттілікке толы болсын. Бүгін сіздерге бауырдан жасалынатын радуга салатының жаңа нұсқасын ұсынғалы тұрмын. Жасалу жолы өте оңай, дәмі де ерекше болып шығады. Ол үшін 4 дана картопымыздың қабығын аршып, жақсылап жуып, үккіштен ұзын-ұзын етіп өткізіп аламыз. Картопымызды үккіштен қысқа емес, ұзын-ұзын етіп өткізіп алу керек. Өткізіп болған соң жақсылап жуып аламыз. Картопымыздан крахмалы кеткеннен кейін газеттің үстіне төсеп, сорықтырып аламыз. Жақсылап сорығып кепкеннен кейін қызып тұрған майда қуырып алу керек. Менде видеода түспей қалыпты. Алдын ала суда шамамен 15 минуттай піскен бауырымызды ұзын жолақтарға, яғни соломка етіп турап аламыз. Бауырымызды турап болғаннан кейін 2 дана жұмыртқамызды да ұзын жолақтарға тураймыз. Құрметті менің көрермендерім, каналыма тіркелмеген болсаңыздар, төменде подписаться қызыл батырмасын басып, қоңырауша белгісін баса кетіңіздер. Сол кезде ең алғаш болып жүктелген видеоларымды көре аласыздар. Жұмыртқамызды ұзын жолақтарға турап болғаннан кейін салат жапырағын да ұзын жолақтарға тураймыз. Бірнеше қабат шайылған жүгерімізді ұсынылатын тарелкамызға саламыз. Осы туралған заттарымызды әртүрлі ретімен сала берсеңіздер де болады. Жүгерімізді салып болғаннан кейін қуырылған картошка пайымызды да саламыз. Бұл жерде тұздалған қиярды да қоссаңыздар болады. Менде тұздалған қияр үйде болмағандықтан мен осы ретпен сала бердім. Дәмі ерекше болып шықты. Ортасына 1-2 қасық майонезімізді салып, қиялдарыңызға ерік беріп, әртүрлі қып әсемдеп ұсына берулеріңізге болады. Үстінен татымына қарай дос бұрыштарыңызды себесіздер. Достар, каналымның дамуына үлкен үлестеріңізді қоса отыруларыңызды сұраймын. Ол үшін төменде поделиться батырмасын басып, және копировать ссылку дегенді басып, әлеуметтік желіде осы видеомен достарыңызбен бөлісе кетсеңіздер, каналымның дамуына үлкен көмек болар еді. Осымен біздің бауырдан жасалынатын светофор салаты дайын. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған Нұржамал. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға көп рахмет.